Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге өте дәмді рассольниктің рецептін ұсынамын. Рассольниктің құрамында пияз, сәбіз сынды көкөністер болмайды, сондықтан балалар сүйіп жейтін болады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, жасап көріңіздер. Ал ендеше бастайық. Рассольникке сиыр еті жақсы кетеді. Жілік еті болса тіптен жақсы. Жілік етінің маңызы жақсы болып, сорпамыз дәмді болады. Сорпамыз қайнағасын міндетті түрде көбігін алып, тазалап аламыз да көкөністер қосып бастаймыз. Яғни пияз, сәбіз, болгар бұрышы, қызанақ, кішкене сарымсақ қоссаңыз болады. Көксөк, лавр жапырағы, татымына қарай тұз қосамыз және горошек, қара бұрыш қосып жібереміз. 1 сағаттай бәсең отта пісіреміз. Етіміз жұмсарып пісті, етімізді сүзіп аламыз. Етті кейін майдалап турап қосатын боламыз. Сосын көкөністерімізді сүзіп аламыз. Менде бала шағам көкөністер жемегендіктен осы рецептпен жасаймын. Барлық көкөністің дәмі сорпаға қалды. Енді сорпамызды тағы да бір сүзіп аламыз да, перловканы қосамыз. Өкінішке орай ол жерде видеом түспей қалыпты. 1 литр сорпаға 1 ас қасық перловка есебімен қосасыздар. Перловка 40 минуттай қайнағасын, майдалап туралған картопымызды қосамыз. Және тұздалған қиярымызды қосамыз. Тұздалған қиярдың мен қабығын ашып тастаймын. Балалар солай жақсы көреді. Сізде солай жасасаңыз болады. Сорпада білінбей кетеді. Енді қақпағын жауып, қуырмашын дайындаймыз. Бізге қуырмашына тек қана пияз керек болады. Пиязды майға кішкене қуырып алғасын, 1 ас қасық томат, кішкене паприка қосып, 5-6 минуттай қуырып аламыз да, сорпамызға қосамыз. Сорпамызға тәбетті түс беріп, және қосымша тәтті дәм береді. Енді туралған етімізді қосамыз. Кішкене бір татымына қарай лавр жапырағын қосып жіберсеңіз болады. Қақпағын жауып 10 минуттай тағы да қайнатамыз. Сонымен біздің сорпамыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жақсы шығады. Жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған мен Рахатай.